Баршаларыңызға сәлем. Бүгін шахмат ойнап үйренеміз. Неғұрлым тактиканы жақсы білсеңіздер, сіздер қарсыласқа қарағанда жеңіске деген мүмкіндігіңіз өте зор болады. Ол тактикалардың түрлері көп, соның ішінде біз 3 жүрісте мат қойып үйренеміз. Неғұрлым тармақтарды көп есептей білсеңіз, қатеңіз аз болатын болса, практика, тәжірибе көп жасайтын болсаңыз, сіз керемет ойнайтын боласыз. Міне сіздерге бүгін үйретейін деп отырмын. Ең алдымен каналға алғаш келіп отқан көрермендеріміз бар болса, жазылмаған болсаңыз жазылуды ұмытпаңыздар. Ұнап жатса лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса пікір тастап кетсеңіздер болады. Ендеше көрейік, бұл жерде қалай бізге мат қоюға болады. 3 жүрісте. Ақтармен мен әрқашан астынан жоғары қарай бастаймын, сіздерге түсінікті болу үшін. Астыңғы жағындағы ол мен болады, біз боламыз. Қараймыз, енді қалай мат қоюға болады. Мына жерде ұзын слон осындай кесіп тұрған кезде, мына вертикаль линиясы, аш линиясы бізде ашық тұр. Жай ғана ферзь шақ беретін болса, король мат алып тұр. Сол үшін мына слон бізге кедергі жасап тұр. Осы слонды береміз, олар амал жоқ алады. Сондықтан шақ береміз, слонмен жабады, и мен осылай ферзьмен мат беремін. Көрдіңіздер, мен алдын ала көрдім, қатесіз жасадым. Келесі тапсырмада қараймыз, қалай мат қоюға болады. Мына жерден шақ берем, көзге түсіп тұр. Король мында жүретін болса, сразу мат болады бірден мына жерге. Егер былаяқтан шақ бергеннен кейін былай қашса не істеймін деген сұрақ туындайды. Өте орынды сұрақ. Бұл кезде мен слонды мына жаққа шақ берем, ол ары қарай қашады. Дәл алдынан осындай ферзьмен мат береді екен. Көрдіңіздер, барлық тармақты есептедік. Қатесіз, асықпай есептеп үйреніңіздер. Шақ берем, дәл біздің ойлағандай болып жатыр. Шақ берем, ферзьмен дәл алдынан мат берем. Келесі тапсырмада қалай мат қоямыз, тексеріп көреміз. Көзге түсіп тұр, шақ берем, корольде бір жүріс бар, осы жерден шақ берем, пешкімен жабады. Мына жақ артқа кете алмайды, неқта. Пешкі тұр, мына жақта король қорғап тұр. Пешкімен жапқаннан кейін ферзьмен жай ғана ши салам. Онда дұрыс барлығы шақ, ферзьмен шақ, және керемет мат. Келесі тапсырманы қарап көреміз, қалай мат қоюға болады. Бұл жерде ферзьмен шақ беретін болса, первое горизонталь, бірінші горизонталь бізде өте әлсіз. Корольді көп жағдайда осындай форточка дейді, қашу жолдар болмаған кезде осындай жертвалар көп жүріп жатады. Негізі былай да алсақ болады, бірақ ол міндетті емес алуға, қашып кету мүмкін бір жерге, немесе ферзьбен қорғанып бір тәсілдермен үлгеру мүмкін. Былай жеп жатсам, даже мына жерде көріп отырсыздар, менің ат ферзімді де жеп қоятын мүмкіндігі бар. Сондықтан жерде жылдам темппен ойлану керек. Темппен деген не ол? Сіз қарапайым жай жүріс жасауға болмайды. Шахматта көп жағдайда қарапайым жүріс жасасаңыздар, олар да сізге контра атакамен, шабуылмен мат қойып кету ықтималдылығы өте, немесе қорғанып алады. Сондықтан мүмкіндік болып жатса, неғұрлым жақсы есептейтін болсаңыздар, керемет маттар қоюға болады. Енді бұл жерде бірінші жол әлсіз болғанын байқап тұрық, сондықтан ферзьмен бұл жерде алу керек. Король қашатын болса мат алады. Ал егер жейтін болса, екінші ладья кіреді. Тек қана ладьямен жабады. Мына ладьямен болмаса F-тегі ладьямен мат қоя аламыз. Көріп отырсыздар, жақсы есептеп алдық. Сондықтан қорықпаймыз. Ең бастысы мыналардың ешқайсысы ойнамай тұр. Сол себептен осындай керемет мат қоямыз. Келесі тапсырмада қараймыз, қандай бізде мүмкіндік бар. Мына слон ұзын диагональда жақсы тұр. Мына пешкі қозғала алмайды деген сөз. Сол себептен мен шақ бере аламын мына жерден. Олар жей алмайды пешкімен связка бағыты. Көріп тұрсыздар, шақтан кейін тек қана қашу керек. Онда ояққа қашатын болса, мен ферзьді жақындатамын, король мында қашады, и мына пешкіні жей аламын. Ары қарай король қайда қашады? Мына горизонтальға бара алмайды. Бізде ладья ұстап тұр, мына жақта кедергі болып тұр. Сол себептен мен 3 ходта керемет матты көріп тұрмын. Шах, шах және мат. Осылай өздеріңізді дамытыңыздар, паузаға қойуды ұмытпаңыздар, өздеріңіз менімен бірге жұмыс жасап үйреніңіздер. Бұл өте керемет сабақ. Ұнап жатса лайк басып ұмытпаңыздар, қолдап кетіңіздер. Келесі тапсырманы шешіп көрейік. Бұл жерде енді спёртый мат деген мен бір видеоларында түсірген болатым, алдыда қиын түрлерін түсіретін боламыз. Бұл жерде соны қалай қолданамыз? Бұл жерде енді атпен шақ береміз, король қашады, қос шаққа береміз. Король мында қашатын болса, G8-ден мат болады, аттың көмегін көріп отырсыздар, ауыр фигуралардың бәрі кетіп қалған. Егер мына F8-ге қашатын болса, бұл қос шаққадан кейін, онда ферзь аттың көмегімен F7 нүктесіне дәл алдынан қақ маңдайынан былайша айтқанда қоя аламыз. Енді дәл соны мен ойлағандай жүзеге асырып көрейік, көріп отырсыздар. Мына жерден қоятын емде H8-ге қашқанда, ал F8-ге қашуына байланысты мен F7 нүктесінен ферзьмен осындай керемет мат қояды екен. Келесі тапсырмада қарап көреміз, қалай мат қоюға болады.
Так, король мына жерге қашайын деп тұр, сол себептен мына жерден шақ берсем, король қашады, ары қарай шақ берем, слонымды жейді. Мен маттың ешқандай мүмкіндігін көріп тұрған жоқ. Сол себептен мен бірінші ладьямен бастауға міндеттімін. Осы вертикальді алуға тырысам. Ауыр фигуралар білсеңіздер, көп жағдайда линейный дейді. Ұзын сызық, тура бағытта мат қою тәсілдерін жақсы қолданады. Ауыр фигураларды әрқашанда осы тәсілді қолданыңыздар. Мен шақ берем. Мындағаша екінші ладья келеді, шақ, слонмен жабады, екінші ладьямен мат қоям. Енді екінші тармақты қарап көрейік. Шақ бергеннен кейін король мындағы ашатын болса шақ берем. Ода тек қана слонмен жабу керек, онда H2 нүктесінен мат болады. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай түзу бағытта линейный мат дейді. Орысша айтқанда міне осындай тура бағытта, түзу бағытта ауыр фигуралармен керемет маттар қояды екенбіз. Келесі тапсырмада қарап көрейік, қалай мат қоюға болады. Так, корольде қашатын бағытты мен көріп тұрмын. Кез келген шаққа ол осылай қашалады. Ары қарай не істеймін деген сұрақ туындайды. Олай корольді қаштыруға болмайды. Сол себеппен шақ берем. Слонмен жабатын болса, енді мен осы диагональді қолдансам болады. Өйткені мен қашатын нүктесін жаптым, олар ладьямен жабады, и ары қарай мат болады. Слон кетіп қалды. Осылай керемет мат. Давайте екінші тармақты қарап көрейік. Шақ бергеннен кейін король қашса не істейміз? Онда ладьямен шақ берем. Онда екі жүрісте мат алады екен. Біздің бірінші бағытқа бару керек. Ұзақ өмір сүру үшін міне осылай болып жатыр. Шақ берем, ладьямен жапты, керемет осылай мат береді екен. Келесі тапсырмада қараймыз, не істеуге болады? Король қиылып тұр. Мына жақта ладья тұр. Сол себептен слонмен шақ көзге түсіп тұр. Мына жаққа қашатын болса, бірден мат болады мына жерде. Енді ладьямен жапқан тармақты қарап көрейік. Ладьямен жапқаннан кейін мен мына жерде шақ бере алады екенмін. Король қашады. Ладьямен жей алмайды, себебі байланып тұр. Міне көрдіңіздер, шақ, ладьямен жабады, шақ, король қашады, дәл алдынан мат қоя алады. Өте керемет тактика. Міне связка бағытын пайдаланамыз, байлап ұстау. Міне осылай керемет мат қояды екенбіз. Келесі енді көзге түсіп тұр, ауыр фигуралар жақындағанды жақсы көреді. Шақ, король қашады. Енді қалай мат қоямыз? Бұл жерде G5 нүктесіне менде екі ауыр фигураларым барып тұр. Жалғыз ферзь ғана қорғап тұр. Король тупикте ат кедергі жасап тұр. Сол себептен шақтан кейін, король қашқаннан кейін шақ берем. Олар жейді, ферзьмен мат береді. Давайте көрейік. Шақ. Міне осылай шақ. Міне керемет мат. Келесі тапсырмада қараймыз, қалай мат қоюға болады. Көзге түсіп тұр, ферзьмен жеуге болады, ладьямен жейді, амал жоқ. Ладьямен шақ берем, қашады. Естеріңізде болса, ауыр фигуралар осындай түзу бағытта керемет мат қояды. Линейный мат дейді, түзу бағытта. Міне осындай көрдіңіздер, екі ладья тура вертикаль бағытты кесіп алды. Міне осындай комбинациялар өте көп кездеседі. Осыларды ұйымдастыра білу керек, және осыларды жасауға тырысу керек. Бұл жерде қараймыз, бұл жерде хукмат техникасын қолданамыз. Ондайға келеміз сіздермен ол сабаққа. Шақ бергеннен кейін қашады. Жалғыз ғана жүрісі бар, шақ берем. Король орнына келетін болса, артынан уже мат береміз. Ат көмектесіп тұр, көріп отырсыздар, мына жақта пешкі бар. Шақ, король қашады, шақ. Мында келсе артынан мат, мында барса дәл сол бағытта, бірақ вертикальнан мат береді екенбіз. Міне көріп отырсыздар. Міне ат пен ладья осындай пешкі көмектесіп тұрған кезде осы техниканы жаттап алыңыздар. Өте шахматта көп кездеседі мұндай комбинациялар. Алдыда қиын түрлерін шығарғанда жақсы түсінетін боласыздар. Бұл сабақтардың барлығын алдыда ойын, практикалық сабақтар болады. Мен ойнаймын. Тікелей эфирде, турнир жасаймыз, ойнаймыз турнирде, Алла қаласа. Немесе менің ойнаған партияларымды басқа әлем бойынша ойыншылармен осы үйренген приемдарды, тактикаларды қолдануға тырысамыз. Келесі тапсырмада қараймыз, слонға көзге түсіп тұр, шақ қашатын болса, не істеймін? Мынандай шақ жоқ, сол себептен бұл шақтың керегі бар ма деген сұрақ туындайды. Ары қарай қарастырып көрейік, тағы қандай шақ бар? Король қашқаннан кейін мен жақын арада ешқандай матты көріп тұрған жоқпын. Ферзьмен былай жақындайтын болсам, ол ары қарай жол ашып алады корольге, сондықтан мына слон пешкімен шақтың пайдасы жоқ сияқты. Екінші қандай мүмкіндік бар? Давайте мына шақты байқап көрейік. Шақ. Король мында жүретін болса, слонның көмегімен мат береміз. Екінші қашатын вариантын қарап көрейік. Нұсқасын король қашқаннан кейін, міне 8-ші горизонталь бізде әлсіз, сондықтан жай ғана шақ береміз, атпен жабады. Бұны ферзьбен мат береміз. Ферзьбен шақ дұрыс екен, ары қарай шақ, жай ғана жей саламыз. Келесі тапсырмада қарап көреміз. Пешкі бізде өте тамаша. Бұл жерден ферзьбен жүретуге болады, әрине, тамаша ходтың бірі. Бірақ бізге шақ, мына жақтан шақ бере алмайды екен, артқа жейміз. Мынандай шақ, сен мында қашсаң,
тағы да ана жақтан шах, бір шама шақтар бере береді. Былайша айтқанда, короліміздің ұзақта қашатын жерде жоқ, ничья жасауға көп шақ беруге мүмкіндігі бар. Қаралып. Сол себептен бағанағы темп тәсілін қолданамыз, темповой дейді. Ладьяны береміз, жейді, ферзбен шах, король қашады, и осы пешкінің көрегінің көмегімен қақ маңдайдан мат қояды екенбіз, балалар, достар. Шах, и осындай керемет мат. Келесі тапсырмада қараймыз, қандай бізде мүмкіндік бар. 8-ші жол әлсіз десек болады, өйткені ат байлап тұрған кезде, фигуралар ұстап тұрған кезде 8-ші жолдар әлсіз болып есептеледі. Сондықтан мен мына жерден бере алам ба деген сұрақ туындайды. Давайте қарап көрейік, шах берсем, ол жесе. Ладьямен шах, 8-ші жол әлсіз, төбеге бара алмайды, ладьямен жабады, мен оны жеймін да мат берем. Екінші тармақты қарап көрейік, шах бергеннен кейін король қашса не болады деген сияқты. Мен мат бере алмаймын ғой, ферзь тұр ғой деген. Дұрыс, өте орынды. Бірақ мен шах бергеннен кейін, қашқаннан кейін атты іске қоса алады екенмін. Міне қиғаш бағытта, сонда екі жүрісте мат болып бір корольға. Өте керемет, сондықтан қорықпай бара береміз. Әрине бізге ұзақ қорғануға тырысады қарсыласымыз. Так, бұл жерде қалай мат қоямыз? Ферзбен ала алмаймын, артынан ладья қорғап тұр, шах берейін десем, король қашып кетейін деп тұр. Бұл жерде ойлану керек, сондықтан ладья мен шахты қарастырам, король қашады. Я ферзбен жақындап шах берем, атпен жабады. Ладья мен немесе ферзбен мат қоя алады екен. Өте орынды, шах, ферзбен шах, міне осындай керемет мат қоямыз. Келесі тапсырмада қараймыз, қандай бізде мүмкіндік бар. Естеріңізде болса, ауыр фигуралар өте керемет мат қояды. Так, ферзді жертва беріп көрейік. Бірінші шах, екі жүріс болды. Король қашады, ары қарай матты көріп тұрған жоқпын. Няқта ладья да тұр. Сондықтан ферзді бұл жерде беру өте орынсыз деп ойлаймын. Сондықтан ладьяны беріп көрейік. Алады, ферзбен шах, король қашады. H6 нүктесіне мат, линейный мат дейді. Түзу немесе G7 нүктесіне жақындап мат қоя аламыз. Бұл екі нұсқасы бар. Қарап көрейік, шахтан кейін король қашса не істейміз, немесе H7, H8 нүктесіне, онда жай ғана ферзбен түзу, линейный мат тәсілін қолданамыз. Онда екі жүрісте мат алады екен, сондықтан бірінші нұсқамыз дұрыс болып шықты. Бұлай да мат қоя аламыз жақындап, мұқият қараңыздар, ешқандай қорғаусыз болмас. Немесе линейный түзу, ауыр фигуралармен мат қою тәсілін қолданып көреміз. Екеуі де дұрыс, біз біреуін ғана қолдана салайық. Жалпы сіздерге мен көрсетіп жатырмын. Ұнап жатса лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді қараймыз. Шах беріп көреміз. Көзге түсіп тұрмынын да қашатын болса. Арабский мат дейді мұндай. Немесе хук мат деп жатады. Міне осындай атпен ладьямен мат қойып тәсілін қолдана аламыз. Немесе шах бергеннен кейін король қашса не істейміз сұрақ туындайды. Пешкімен шах көзге түсіп тұр. Корольде бірақ қана жүрісі бар мұнда. Ары қарай пешкімен G4 берсек. Вау, керемет мат екен, екі пешкімен мат қою тәсілі. Король ешқайда бара алмайды, неқта ат контроль барлығын ладья көрдіңіздер, қандай есеп. Шах, пешкімен шах, екінші пешкімен мат береді екенбіз. Міне осындай үш жүрістік керемет корольге мат қойып үйрендік. Келесі тапсырманы қарап көрейік, бізде қандай мүмкіндік бар. Мынандай ұзын слондар тұрған кезде линия H, вертикаль H-ты ашуға тырысу керек. Ол үшін бізде әдемі шах бар, олар амал жоқ алады, ферзь алыста. Сондықтан H6 мен шах бере аламыз, ферзбен жабады, оны жейміз, мат болады. Король ең бастысы қаша алмайды, слон керемет диагоналды қадағалап тұр. Сол вариантқа барамыз деп ойлаймын. Міне керемет мат болды, үш жүрісте көріп отырсыздар. Келесі тапсырмада қараймыз. Так, неқа жейтін болсақ, олар жейді ладьямен шах, король қашып кетеді, ары қарай матты көріп тұрған жоқпын. Міне осы жертва маған ұнап тұр, бірақ король қашатын мүмкіндік бар. Сол себептен бірінші слонмен шах беріп көрейік, тексеріп. Слонмен жабатын болса, онда сол шақты беремін, олар жейді ладьямен жейм. Слон жей алмайды, артқа байланып тұр, көріп отырсыздар. Так, бірінші нұсқасын қарадық. Король мынандай қашатын болса, ферзбен C7-ге екі жүрісте мат тұр екен. Енді үшінші нұсқасын қарай, король қашқаннан кейін, король алысырақ кетіп қалды, бұның уже қашатын қапталы жабылды, сондықтан ферзді бұл жерде әдемі жертваға беруге болады екен. Дұрыс, барлығы ойлағандай болып жатыр. Болмаса связка тәсілін қолдандық, көріп отырсыздар, слон ала алмайды, байланып тұр. Міне осындай керемет мат бар екен. Келесі тапсырмада қарап көрейік, не істеуге болады. Так, мына шах әдемі маған көзге түсіп тұр, бірақ ол шах маған не береді? Король мені алады, ешқандай шах жоқ, ол дұрыс емес. Так, екінші тәсілді қарап көрейік, шах берейік атпен мына жерге.
корольдің мына жаққа қашып баратқан нүктесін жабамыз, слонмен алады, шах берем, король қашады и мат береміз. Өзінің слоны өзіне кедергі жасады, ол тамаша бізге. Екінші нұсқасын қарап көрейік, шах бергеннен кейін король бірден қашса, онда ладья өзінің қызметін жақсы атқарады. Дұрыс деп ойлаймын, біз ойлағандай барлығы болып жатыр. Керемет. Келесі тапсырмада қараймыз, не істеуге болады. Так. Шах беретін болсам, көзге түсіп тұр, король біріне қашады, шах берем, король қашады, и мына жерде мат берем. Так. Тағы бір тексерейік, шах берем, король қашады, шах берем, король қашады, G7 нүктесіне мат берем, B7 нүктесіне. Дұрыс, барлығы ойлағандай болып жатыр. Тамаша. Міне асықпаңыздар, ең бастысы көбісі асығып ойнайды. Біздің жас оқушыларымыз, балаларымыз жарыстарға барған кезде база өте керемет, өте сенің көзіңше керемет шығарады, бірақ осындай маттарды ұйымдастыра алмайды біріншіден, екіншіден тұрған матты үлкен додаларда, жарыстарда көре алмайды. Сондықтан шахмат бұл ойланатын ойын, шедевр жасау керек, искусство. Бұл жерде асығатын түкте жоқ. Ең бастысы ойланып үйреніп алсаңыздар, сіздерден керемет нәтиже шығатынына мен кәміл сенемін. Так, ары қарай қарап көрейік, шах берейік. Слонмен жапса шах берем, қашады, амал жоқ, сонда дәл алдынан мат берем, өйткені ферзь жабылып қалды өз слонымен. Так, тағы бір қарап көрейік, шах берем, слонмен жапса шах, қашады, мат. Түсінікті, бірінші нұсқа түсінікті, шах. Енді ферзьмен жапса не істейміз? Онда жай ғана сразу бірден мат береді екенбіз. Ферзь қозғала алмай қалды, себебі байланып қалды өзінің короліне. Міне, сондықтан біз ойлағандай болатынына мен сенемін. Көрдіңіздер, өздеріңізге сенімді болсаңыздар, практика көп жасасаңыздар үй жағдайында сіздерге барлығы оңай болады. Сондықтан тактиканың түрлері көп, оның барлығын өтеміз боламыз. Ең бастысы сіздерге ұнап, мен білуім керек, лайк басып сіздерге ұнады деп өздеріңіздің ойларыңызды, көңілдеріңізді, мақсаттарыңызды не жазсаңыздар, не қызық, ұнап жатыр ма? Мен онда осындай форматтағы жақсы видеоларды жалғастырамын. Әрине, бұнымен тоқтап қалмаймыз, балалар. Осы практикалық сабақтардан кейін мен сіздерге қазір 4-ші, 3-ші разрядтың деңгейіндегі мат үш жүрістің деңгейіндегі тапсырмаларды көрсетіп жатырмын. Ары қарай уже 2-ші, 1-ші, КМС, мастер спорта, гроссмейстерлік уровендегі тапсырмаларды шығаруға тырысамыз барынша, бірақ ол деңгейге жету үшін біраз еңбек ету керек. Әртүрлі тактикалық тақырыптар бар бізде, солардың барлығын өтетін боламыз. Бұны біз ойын барысында ізденіп қолданамыз. Сол туралы сабақтар болады, практика сабақтары болады, ойнаймыз, сол жерде түсіндіруге тырысамыз. Давайте, тағы бір есептер шығарайық, ары қарай жалғастырайық. Тағы бізде қандай қызықты тапсырмалар кездеседі екен. Зәл қиындап келе жатыр, байқайсыздар ма? Бұл жерде рейтинг өскен сайын тапсырмалар бізде, сіз дұрыс шығарған сайын тапсырмалар бізде күрделене түседі. Ары қарай қарап көрейік, мына шах маған көзге түсіп тұр. Ладьямен алады, мен алам, слонмен алады, и F8 нүктесіне бірден мат болады. Себебі мына слонды мен байқап қойдым. Көрдіңіздер, осындайларды байқап үйрену керек. Шах слонмен алса бірден мат болады. Жалғыз слон жолын ашқаннан кейін осындай диагоналды мен ашып алдым. Міне. Осының бәрінің байқап отыру керек шахмат ойнаған кезде. Қарсыластардың қателігін пайдалануға тырысу керек. Так, енді ары қарай не істейміз? Дәл сондай мынау ұзын слонның диагоналын байқап тұрмын, ладья кіре алады. Сол себептен бұл жерде ферзьді берудің еш қорқатын түгі де жоқ. Слон ашылады, король бұрышта. Осындай маттар өте көп кездесіп жатады, байқамай жатады көп ойыншылар. Осындай керемет маттарды қоюға болады. Так, келесі тапсырмада байқап көрейік. Мынаны шах беріп көрейін, ол алады, ладьямен шах деймін, ол амал жоқ жабады, ладьясын байлап алдым, мына слонның көзін жойдым, одан кейін бізде 3-ші ходта мына слонды қосамыз. Міне керемет матты көріп отырсыздар, міне шах, көрдіңіздер, осы тактикаларды әбден практика жасап үйреніп, өздеріңізді шынықтыруды ұмытпаңыздар. Міне, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, осындай форматта видеолар қызық болса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға рахмет. Келесі қызықты форматтағы видео сабақтарда кездескенше аман сау болайық.